몰리쌤이에요. 오늘은 가족과 관련된 어휘들을 배워볼 겁니다. 그런데 엄마, 아빠, 언니, 누나 같은 쉬운 단어들을 여러분들이 이미 알고 계실 것 같아서 좀 더 어려운 단어들 위주로 공부해 볼 겁니다. 그럼 제가 이제부터 설명을 해야 되니까 가자고로 말할게요. Олай болса, ең алғашқы үйренетін сөзіміз ол бізде 가족, отбасия. Осы 가족 деген сөздің алдына де сөзін жалғайтын болсақ, де 가족, яғни үлкен отбасы. Құрамында отбасы мүшелері өте көп отбасын де 가족 деп айтады. Көбінесе біздің қазақтарда көбімізде де 가족 бар, иә. Ары қарай 결혼 бізде үйлену, тұрмыс деген мағынаны білдіреді. Осы 결혼 сөзіне шикті жалғайтын болсақ, 결혼식 бізде уже үйлену тойы, свадьба, той болып кетеді. 형제 관계 ол бізде туыстық қатынастар. Ары қарай енді қыз бен жігіт үйленгеннен кейін олардың қайын жұрттары болады, иә. Қыз үшін қайын жұрт бізде шидек. Ал ер бала үшін қыздың отбасы, яғни ұл бала үшін қайын жұрт бізде чогадек. Енді тұрмысқа шыққан қыз бізде кім болады? Келін, иә? 며느리. 요새 시어머니도 며느리 눈치 보더라. 아니 며느리 일하는 직장에 그렇게 시도 때도 없이 들이닥치는 시어머니가 어딨니? Ал ұл бала күйеу бала болады, иә? Ол бізде 사위. 저기. 알지. 우리 사위 성악가 닥터. 안녕하세요. Бірақ көбінесе дорамаларда собаң деп айтып жатады, иә? Бұл бізде енді кішкене жақын тарту үшін айтылған түрі. Ер баланың фамилиясы және собаң. Мысалы, 윤서방은? Бізде мысалға қазақтарда құда мың жылдық деген сөз бар болса, кәрістерде күйеу бала 100 жыл қонақ деген сөз бар. Яғни, қанша 100 жыл өтсе де күйеу балаға сондай қонақ секілді құрметпен қарау керек деген мағынаны білдіреді. Енді қыздың қайын жұртын шидекті талдайық, иә, мүшелерін. Бірінші ши пумоним. Ол бізде пумоним дегеніміз ата-ана, алдынан ши деген сөз келетін болса, ол бізде қайын жұрт, яғни қайын ата енесін бізде ши пумоним деп айтады. Ары қарай 시어머니 бізде ене, қыз үшін. 참 시어머니야? Ары қарай 시아버지. Бұл бізде қайын ата, қыз үшін. 시누니. Бұл бізде қайын сіңлі, әрине қыз үшін. Ары қарай 시동생. Бұл бізде қайын қайны, әрине қыз үшін. Енді күйеуі өзінің әйелінің отбасы мүшелерін қалай атайды екен, соған тоқталайық. Бірінші қайын атая 장인어른. 장모님. 네, 장모님. 조심히 가세요, 장모님. 처제 бізде балдыз, яғни әйелінің сіңлісі, иә? 아이고, 그럴 거 없어, 처제. ары қарай 처남, бұл бізде әйелінің інісі. 처남. 처남이랑 처제는 왜 이렇게 사이가 안 좋아? 천아, 정말 고마워. енді әйелінің сіңлісі немесе інісі үшін ол бізде жезде болады, иә? Жезде деген сөз, мен қызбын ғой, мен үшін жезде 형부 болады. 형부. Ал ұлдар үшін жезде 매형. Осы жердегі бір ұқсастық, бізде қазақта ұл үшін қарындас, қыз үшін сіңлі болатын болса, кәрістерде де дәл сондай туыстық атаулар өзгеріп отырады. Келесі сонжу. Бұл бізде жалпы немере деген мағынаны білдіреді. Ал енді немере қыз бала болса, сон녀. Ұл бала болса, сонжа. 새 어머니, өгей шеше. 새 아버지, өгей әке. Келесі комо және имо деген сөздер бар. Комо дегеніміз ол сіздің папаңыз жағынан, папаңыздың қарындасы немесе әпкесі сізге комо болады. комо. 우리 서진이 그림 잘 그리네. 꼬모보다 나은데. 서진아, 꼬모가 아이스크림 사줄까? Ал енді анаңыз жағынан, анаңыздың әпкесі немесе сіңілісі сізге имо болады. 멋있어 이모. 파이팅. Кәрістер былай ойлайды, әкеңіздің жаңағы әпкесі немесе қарындасына қарағанда анаңыздың әпкесі немесе сіңлісі кішкене жақынырақ тартады өздеріне. Сондықтан да мысалға таныс емес адамдарға немесе асхана кафелердегі тәтелерді, таныс емес адамдарды да өзіне жақын тарту үшін имо деп атап жатады, иә? Көп байқаған шығарсыздар дорамалардан немесе Кореяға барсаңыздар да. Келесі сөзіміз самчон. Бұл бізде папаңыздың інісі. Ары қарай осы самчон сөзінің алдына ве деген сөзді қосатын болсаңыз, ол уже анаңыздың інісі болады. весамчон. Осы жерде тағы да бір қызықты, өте бұл бір жағынан ыңғайлы, иә? Осы ве сөзі келетін болса, ол бірден нағашы дегенді білдіреді. Мысалға, вехарабоджи бізде нағашы ата, вехальмони бізде нағашы апа. Жай ғана харабоджи ата болса,
외할아버지 уже нағашы ата деген секілді. Енді осы отбасында мысалға жақсы ана, жақсы әйел болатын болса, сондай адамдарды, мысалға отбасын жақсы ұстайтын, күйеуіне де балаларына да жақсы қарайтын аналарды хёнмо янчо деп атайды. Яғни жақсы әйел, әрі жақсы ана деген мағынаны білдіреді. хёнмо янчо. Тағы да кәрістерде хёжа, хёньо деген сөздер де бар. Хёжа дегеніміз ол ата-анасының айтқанын екетпейтін, ата-анасының айтқаннан шықпайтын, жаңағыдай өте тәрбиелі өскен ұл балаларды айтады. Хёжа. Ары қарай хёньо дегеніміз осындай ата-анасының тілін екетпейтін, сондай жақсы тәрбиелі өскен қыздарды хёньо деп айтады. Хёжа, хёньо. Бірақ осы жерде хёжа, хёньо сөздерін жұрттың баласы деген мағынада түсініп қалмаңыздар. Жұрттың баласы дегеніміз енді ата-анамыз үнемі жақсы деп мақтайтын балалар ғой, ол Кореяда да бірдей. Оны кәрістер омчин таль деп айтады. Омчина дегеніміз ол бізде анамның подружкасының баласы, омчин таль дегеніміз анамның подружкасының қызы, яғни біздше айтқанда жұрттың баласы. Мади дегеніміз бұл отбасының үлкені, яғни үлкен қыз, үлкен бала, я. Ал енді отбасының үлкені ұл бала болатын болса, ол бізде мат адыл немесе 장남. үйдің үлкені егер ұл бала болса. 귀한 우리 집 장남이 회사를 차렸다는데. ары қарай үйдің үлкені қыз бала болса, онда мат탈 немесе 장녀. мысалға мен үйдің үлкенімін, мені матталь деп айтуға болады, немесе 장녀 деп айтады. 장녀. Ал енді үйдің үлкеннен кейін үйдің екінші, үшінші, төртінші деген секілді, мысалға 둘째, 셋째, 넷째 деп осылай кете береді. 둘째 мысалға екінші, 셋째 үшінші, 넷째 төртінші деген секілді. Осы екінші, үшінші, төртінші сөздерден кейін мысалға адель немесе таль деген сөздерді қоссаңыз, мысалға 저는 둘째 딸이에요. мен мысалға үйдің екінші қызымын. Немесе 둘째 아들이에요. мен үйдің екінші ұлымын деген секілді. Осы жаңағыдай реттік мағыналы сандарға таль немесе адель деген сөзді қосып үйдің жаңағы екінші, үшіншілерін солай айтуға болады. Ары қарай кенже, үйдің кенжесі бізде магне деп жазылады, бірақ магне деп оқылады, магне үйдің кенжесі. Бұны кей-поп тыңдайтындар біледі, кей-попта мысалға топтың кенжесін қалай атайды? Дұрыс айтасыз, магне деп айтады. Тағы да отбасына қатысты 쌍둥이 дегеніміз бізде егіздер. 외동 деген сөз бар. 외동 бұл мысалға бір отбасында бір ғана қыз немесе бір ғана ұл болатын болса, яғни жалғыз баланы, үйдің жалғыз баласын 외동 деп айтады. Енді осы 외동 сөзіне таль сөзін қоссақ, мысалға 외동 таль бұл жалғыз қызы. Үйдің жалғыз баласы бар, сол бала қыз болса, онда 외동 таль, ал ұл болса 외동 아들. Біздің жазылушыларымыздың арасында 외동 таль немесе 외동 아들 болса, төменге жаза кетіңіздер. 저는 외동 딸이에요. немесе 저는 외동 아들이에요 деп, күтеміз. Тура осылай, егер макне болсаңыз, мен макнемін деп, немесе 장녀 немесе 장남 болсаңыз, солай жазып кетсеңіздер болады. Келесі тағы да отбасына қатысты 식구 деген сөз бар. 식구 бізде отбасы мүшесі дегенді білдіреді. 집안 деген сөз бар. 집안 отбасы, үй деген мағынаны білдіреді. 집안. Мысалға 집안일 дегеніміз, мысалға үйдің жұмыстары, 집안일 деген секілді. 부부 деген сөз бар, 부부 дегеніміз ерлі зайыптылар. 형수. 계속 형수라 불러도 되죠? 한 번 형수는 영원한 형수지, 안 그래요? 사돈. 오늘도 고생이 많으십니다. 사돈. 예, 사돈. 안녕하십니까, 사돈. 안녕하세요, 사돈. 매제. 고맙다 매제. 아니에요. 매제 진짜 고맙다. Олай болса, бүгінге осы, келесі сабақтарда кездескенше, 안녕.